Я технолог-пищевик. В нашей профессии, да, у нас в первую очередь страдают ноги. Мы ходим, стоим по 10-12 часов в день. Технолог болып жұмыс атқаратын болса, 500 мыңнан бастайды. Қазіргі таңда менің жұмыс уақытым түнгі сағат 3-те басталады. Если брать одну группу из 20 человек, среди них есть где-то, наверное, 40%, которые остаются и работают по своей профессии. Мен өзім қызықтым, бірақ менің сыныптастарым естіген кезде олар күлді. Сен сонда ауылға келіп нан пісіресің бе деп. Менің мамам негізі менің оқыған жерімде жаңағы өзі оқыған. Қоғамдық тамақтану саласында технолог деген маман бар. Оның жұмысын бір сөзбен айту мүмкін емес. Көп қырлы, жауапкершілігі өте жоғары қызмет. Тарқатып көрейік, технологтың міндетіне аспаздық және кондитерлік өнімдерді әзірлеу, өндіру және сапасын бақылау кіреді. Бұдан бөлек тағамның сапасын, оның қауіпсіздігі мен дәмін анықтайтын да дәл сол технолог. Сапасыз аста ажалдың дәмі бар. Сондықтан технологтың кәсібилігіне бәріміз де мүдделіміз. Бүгінгі бағдарлама осы бағытта өрбиді. Қазіргі жастардың көбісі табысқа қарайды. Бірақ сіз мамандықты сүйсеңіз, мамандық сізге жемісін береді. Мен қазір мамандығымды сүйіп жұмыс атқарамын. Өйткені менің хоббиім де, таңдаған, ұнатқан мамандығым да осы аспаздық саламен білім беру саласын екеуін ұштастырып әкеле жатқаннан кейін мен мамандығымды өте сүйіп жаңағыдай жұмыс жасаймын. Күнде таңертеңгісін жұмысқа келерде өзімді бір мерекеге келетқандай сезінемін. Мен жұмыс бірінші рет 2019 жылы жұмысқа кірген кезде менің бірінші жалақым 25 мың теңге болатын. Қазіргі уақытта жаңағы квалификациям бар, стажым бар дегендей айлығым өте қатты өсті. Шама 400-ге жетпейді. Осы жерде технолог жұмысында, осы мекемеде мен аптасына 2 рет келемін. Жаңағы енгізетін заттарды енгізіп, ас мәзірлерін дұрыстап дегендейші. Ал осы жерде сол 2 күнге, аптасына 2 күн шығатын болсам, айына 8 күнге 250 мың теңге аламын. Осы мекемеде. Ал жаңағы мұғалім жұмысында сол 400-ге жоқ ақша аламын. Технолог болып жұмыс атқаратын болса, 500 мыңнан бастайды. Жалақысын 500 мыңнан бастайды. Енді жаңағыдай ғой, ол жақта да оңай емес. Келушілерге қызмет көрсету. Әрбір келушінің өзінің бір капризі болады. Оны көтере білу керек. Неше түрлі сын айтады. Сынға төзімді болу керек. Бұл мамандықтың, бұл кәсіптің артықшылық пен кемшіліктері. Мен артықшылығынан бастайын. Артықшылықтары сіз жылы жерде үнемі қарныңыз тоқ жүреді. Не жеймін, не ішемін деп ойламайсыз. Қонақтарға енді әрбір қонақтың ыстық ықыласына бөленесіз. Әрбір тәрелкеге мейірім махаббатыңызды бөлесіз. Жалпы аспаздармен бір топ болып, команда болып жұмыс жасайсыз ғой. Ол да бір өзіндік бір қызығы мен шыжығы болады ондайдың да. Ал кемшіліктер деп санайтыным, мереке күндері демалмайсыз. Мереке күндері 2 есе жұмыс жасайсыз. Таң азанмен жұмысты бастайсыз, түнгі 1-2-ге дейін жұмыс жасайсыз. Асханада 15-16 сағат бойы 2 аяқпен тік тұрып. Осындай кемшіліктерін айта аламын, бірақ оны егер мамандықты сүйсеңіз, оны кемшілік деп көруге болмайды. Енді сіз әрқашан ыстықта жұмыс жасағаннан кейін, ең алдымен кәсіби аурулар дейді ғой. Ондай кәсіби ауру әр мамандықта болады. Енді бізде аспаз саласында бірінші біз енді ыстық жерде маймен демаламыз, маймен қуырамыз. Сол кезде бірінші біз тыныс алу жолдарымыз, одан кейін көру қабілетіміз кішкене енді бәсеңдейтіні бар.
түнгі сағат 3-те келіп, жұмыстың дұрыс жүруін, қонақтарға таңғы астың дұрыс баруын қадағалайды. Жаңа айтып өттім ғой, жұмысшы мамандығында бұлар бізде жаңағыдай уақытқа қарамаймыз. Кез келген уақытта график қалай қойылады, бас аспар қалай бекітеді, сол графикпен жұмысқа шыға береміз. Енді бізде бұл біздің Қазақстан қонақ үйі жаңағыдай Алматы қаласының символы болғандықтан бізге шетелден мыңдаған қонақтар келеді. Осы келген қонақтардың барлықтарына да бірдей көңілін тауып, қазақилығымызды көрсету мақсатында бізде жаңағыдай тәрбиелейді, бас аспас барлығын бұл жерге ақша табыс емес, басты міндет еліміздің жаңағы мақтанышы болуға. Яғни келген қонаққа еліміздің барлық ұлттық құндылықтарымызды көрсете білуге тәрбиелейді. Өзімізде межелеген бір технологический карталарымыз бар, әрбір тамаққа. Сол технологический карта арқылы біз барлық тамақты уақытылы және дәмді қылып шығарамыз. Қазіргі таңда менің жұмыс уақытым түнгі сағат 3-те басталады. Өйткені қазіргі таңда мен соңғы осы 1-2 ай болды Қазақстан гостиницасының қонақ үйінің таңғы астарын қадағалап жақсартып жатырмын. Сол себепті біздің қазіргі менің жұмысым түнгі 3-те келем. Өзіміздің түнгі істейтін поварларымыз бар, солармен бірге жұмыс жасап, әрбір повардың жанына кеп ақылды айтып, көрсетіп, үйретіп, қадағалап, таңертең завтракты шығарамыз да, сағат 11-де жауып и қайтамыз. Технологии должны быть разносторонними, они должны быть не только знать рецептуру, приготовление, калькуляцию, но должны знать меру вкуса, меру аромата, как вы говорите, да, и быть творческими людьми. Это не просто взял, приготовил, подал. То есть есть свои условия, есть свои стандарты, которым нужно следовать. Технолог у нас делится как? Технолог по мясопродуктам, технолог хлебобулочных изделий, сүт өнімдері бойынша, их много. У меня технолог-пищевик. Я отношусь именно к разряду ресторанов. То есть моя задача приехать на предприятие, да, и поставить правильную работу самого заведения, чтобы все было укомплектовано. Укомплектован был именно штат, должны быть все работники. Также я слежу за санитарным состоянием всего ресторана и технологическим процессом. Бұл құжаттар қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының ішкі құжаттамаларына жатады. Бұл құжаттамаларды бас аспаз немесе технолог құрастыратындағыны кәсіпорынның директоры бекітеді және калькуляторлары растайды соны құжаттамаларды. Бұндай құжаттамаларға технологиялық карталар, калькуляциялық карталар жатады. Енді бұл жерде біз технологтар осы құжаттардың, нормативті құжаттардың белгілі бір нысан аясында дұрыс жұмыс жасауын қадағалаймыз. Бұл құжаттарды Қазақстан қонақ үйінің бас аспазы Үсенбай Айгүл Рахымжанқызы құрастырған. Осы құжаттамалардың аясында біздің түлегіміз Аберов Марат осы технологиялық процестердің дұрыс жүруін қадағалайды. Енді мына жерде брутто массасы негізінен жерде осыдан кейін нетто болу керек та. Нетто болғанда бұл жерде. Осы технологиялық карталардың жаңа дайындалу технологияларын тоже бұл жерде поварларға жаңағыдай үйретуге қатысушыларға. Күнде қадағалап солар пятиминуттан өткіземіз. Бәрі осы технологический карта арқылы жасалады. Кейде сұрақтары да болады, конечно, бірақ әр сұраққа бізде жауап всегда болады. Не қандай мені бастықтың жаңағы утверждаю деген печать болады. Мына жерде астында жаңағы шеф-повар, директор, шеф-повар, калькулятор сияқты мамандар осы жерде осы құжаттарды не істейді, растап, бекітіп, жаңағы құжаттың заңды күшіне енгізеді. Енді осы құжаттамалардың аясында жұмыстар енді жүріп жатыр ғой, осы жұмыстарды. Ну, в работе это основная трудность, это договориться с управляющим ресторана, либо с директором ресторана по поводу стандартов и по поводу нового меню. То есть не всегда сходятся мысли, да, и не находят контакт. Технолог и директор.
Самые прогрессивные идеи и инновации воплощаются в лучших автомобилях современности. Год за годом команда профессионалов «Аллюр» совершенствует производство, задает стандарты всей отрасли и осуществляет мечты тысяч казахстанских семей. Машиностроение – наш путь и призвание, выбор и судьба. Мы гордимся тем, что вместе творим историю и меняем мир к лучшему. Kia, Chevrolet, Jack – каждый бренд, созданный на нашем заводе, становится эталоном качества и созидания. К нам присоединились Jetour, Hongqi и Шкода. Наша уникальность в том, что мы ведем за собой команду и готовим кадры для всей отрасли. Расширяем сотрудничество. Разрабатываем и внедряем новые учебные программы и методики. Поддерживаем будущих специалистов. Обеспечиваем сотрудников достойными условиями труда и жизни. День за днем «Аллюр» задает новые высоты и еще раз доказывает, что все цели достижимы. Каждый из вас создает светлое будущее, а вместе мы невероятная сила. Енді бұл жұмыс ауыр. Бәрі ойлайды жаңағы тамақтансақ, тамақ жеп жүреміз, бәрі қуаныш деп. Мысалы, мейрам болып жатқан кезде, барлығы демалып жатқан кезде, сіз жаңағы кухняда соңғы қонағыңыз кеткенше оны жұмыс атқарып жүресіз. Сізге жаңа жыл, Наурыз деген, айт деген мереке жоқ. Тек қана сіз жұмыс атқарасыз. Осы деп ойлаймын да, ең кемшілігі да. Әр жұмыстың өзінің жаңа кемшіліктері бар ғой, енді күнделікті көп тұрғаннан аяққа ол ең нагрузка аяққа түседі. Жаңағы веналар расширение деп айтады. Өзің жаңағы кәсіби аурулардың бір түрі сол ең ауыр. Одан кейін жаңа үлкен кастрөл, үлкен тегештерді бір орыннан екінші орынға қозғалтқан кезде, салмақ әйел адамға білесіз, жаңағы жасы ұлғайған сайын, оның жаңағы 3 килограмм, 4, максимально 5 килограмм ғана артық көтере алады. Ал бұл жерде сондай кемшіліктері бар. Араластыра бер. Бүгін бізде қатпарлы қамырдан өнімдер. Ол өнімдерге бүгін бізге тауық етінен самса дайындайтын боламыз. Тұз бұрысын қосып араластыра бер. Сен ұсақ текшелеп турай бер тауық филесін. Тағам бізде самса тағамы бұл ертеден келе жатқан ұлттық тағамдардың бірі болып саналады. Бұны қатпарлап, қамырына жай су тұзбен илеп, ортасына арасына қатпарлы болу үшін сары май, қойдың құйрық майын баяғы заманда соны жағып, қатпарлы етіп, көбінесе тандырда пісіретін болған. Енді қазіргі таңда құс етінен, түрлі жаңағы мал еттерінен дайындайды, қара мал еттерінен. Ал бұл баяғы кезде тек қой етінен, қойдың құйрық майы мен шыш майын қосып дайындайтын болған. Бұл тарихы, мысалы, кулинария деп айтады ғой. Кулина деген жаңағы бір ненің жаңағы купецтің деп айтсам бір ауқатты адамның жаңағы повар болған, аспазшысы болған, аты Кулина деген. Одан кейін жаңағы тағам дайындап жатқан кезде бұлар не істеген, санитария және гигиена деп естідіңіз ғой, мысалы адамның жеке өз басы гигиена не деп шыққан дегені. Гигиена деген жаңағы қызы болған. Сол екеуі қосылып жаңағы тамақты әртүрлі тағамдардың дәмдеуіштері қосып тамақ әзірлейтін болған. Сол себептен кулинария гигиена деген осы жақтан шыққан. Одан кейін тағы өзіміздің мына қазақтың ұлттық асханасына келсек, ең басты дәуірде етті пісірген кезде адамзат енді басында етті шикілей жеген ғой, одан кейін етті не істей бастаған, пісіріп жей бастаған. Пісіріп жеген кезде, мысалы, ағаш заман болған кезде оны қалай пісірген, тастарды қыздырып алғанда, сол қызған тасты жаңағы суға салатын болған, суға салып, қызуымен жаңа етті не істеген алдында пісіріп жеген. Одан кейін жаңағы темір пайда болған, қазандары пайда болған, отқа жаңағы тағамдарды жылу өңдеуден пісіріп
тамақтанатын болған. Да, жылдан жылы дами түседі, себебі мысалы, енді біз тек қана электроплитада да пайдалансақ, электроплитаның алдында мысалы шоқта пайдаланады, одан кейін электроплита. Қазір электроплитаны пайдаланбайды. Мысалы, электроплитаны қосқан кезде біз оның 20 минут немесе 40 минут қызуын күтеттігін біз. Одан кейін оны жаңағы жылу өңдеп пісіріп қуырып болғаннан кейін күтеміз, ол қашан жаңағы плита суиды деп. А қазір ондай емес, қазір сенсорный плиталар. Бірден қоясың да керекті температураны бірден сол деңгейге апарып жеткізеді. Бірден аппаратта сол деңгей температура, мысалы 1200 десең градусқа, сол градусқа аппаратта, одан кейін жаңағы суытатын болсақ та дәл солай өшірсек, бірден автоматически ол суый бастайды. Сондай да бар. Одан кейін қазір параконвектомат деген бар, суит деген аппараттар бар. Мысалы суитке қолдансақ, еттің жаңағы құндылығын өзінде не істейді, сақтап қалады. Ол етті температура 50-60 градуста пісіреді. Кез келген шикізат технологтың білімінің арқасында жоғары сапалы тағамға айналады. Ол тағамдардың рецептурасын, қажетті өнімдердің саны және оларды салудың уақыттылығын мейрамханаларда, асханаларда, кондитерлік дүкендерде және басқа да осындай мекемелерде санитарлық талаптардың сақталуын әзірлейді. Супница деп аталады. Оны жаңағыда айттым ғой сіздерге, ыстық суға салып, қыздырып ұсынамыз, иә. Құйған кезде астына жаңа айттым, иә, 2 тілім ет салынады 20 грамм. Одан кейін 50% қойылығы, 50% сүйығы салынады, иә. Көріңдер ғой, картоп формасын сақтаған, езілмеген. Бұлай ұстап апармайсыңдар ғой, дұрыс қой. Сорпаның астына тарелкасы болу керек. Одан кейін алдында айттым сіздерге, иә, үстінен қаймақ. И жаңағы көк шөп бізде жаңағы горох, иә, люцерна деп аталады. Осылай ұсынатын боласыздар. Менің мамам негізі менің оқыған жерімде жаңағы өзі оқыған. Басында отбасымызбен отырып ойласқанбыз. Қай мамандыққа барамын, қай мамандықпен жұмыс істеймін дегендей. Бірақ мамам мені осы жаңағы аспазшы мамандығы, технолог мамандығына жіберген. Бірақ кіші кезімнен апамның қасында жүріп, мамамның қасында жүріп, мамам өзі аспазшы. Сол жаңағы жұмыстарын көріп, маған өте ұнайтын тамақ дайындау, жаңағы елдермен жұмыс істеу. Мен өзім қызығып, мамамның қасында жүріп, соны меңгеріп, ақырындап меңгеріп, 11 жасымнан бастап ауылымызда Сәлем деген ресторан болатын кезінде. Сол жерге жұмысқа кіретінмін. Күніне 300 теңге төлейтін, қазан ошақтың қасында от жағып, сорпа пісіріп, жаңағы мал сойып жүретінмін. Жалпы мен өзім армандайтын мамандық химия пәнінің мұғалімі болу болатын. Балалық арманым. ОБТ-да да химия пәнін таңдадым. Одан кейін ол салаға грантқа оқуға түсе алмағандықтан мен Алматы технологиялық университетінің технология экономикалық колледжіне нан пісіру, макарон және кондитер өндірісінің технологиясы деген мамандыққа түстім, грантқа. Мен сол кезден бастап мен осы тамақ өнеркәсібіне қызығушылығым оянды. Сол колледжді қызылға бітірдім. Мен өзім қызықтым, бірақ менің сыныптастарым естіген кезде олар күлді. Сен сонда ауылға келіп нан пісіресің бе деді. Дегенмен осы саланы мен магистратураға алып бардым. Если брать одну группу из 20 человек, среди них есть где-то, наверное, 40%, которые остаются и работают по своей профессии. Но многие, в основном девушки, они тяжело это, во-первых. Нужно стоять 8-10 часов, 12 часов, где-то в сутки даже. Стоять весь день, работать, жарко. Тяжело, и многие не выдерживают. Либо просто меняют профессию. Ну, технолог, она такая почти похожая на бухгалтера, можно сказать. Если ты прям только технологией будешь заниматься, калькуляцией сидеть за компьютером, делать это. Я, например, не люблю это делать, потому что сидячая работа. Можно сказать, что это разносторонняя работа, то есть нет определенного там. Пришел утром в 9 утра, сел за компьютер, до 6 работаешь на компьютере, стоишь и уходишь. Ты можешь в любое время встать, пойти на кухню, что-то попробовать, что-нибудь придумать. Даже там,
поорать на этих поваров, не так сделать, не так то и так далее. Если, конечно, ты сам, это все зависит от тебя, от студента, имеется в виду, как он себя ведет, куда он пойдет. Вот так. Қазір біздің оқу орнымызға жастардың осы салаға, аспаз мамандығына, технолог мамандығына қызығушылықтары көп. Жастардың, әсіресе олардың ұл балалардың, ер азаматтарымыздың қызығушылығы артып келе жатыр. Ол әрине қуантарлықтай жағдай, өйткені өндіріс орындарының сұранысы да сол ер адамдар болғандықтан сол жағына мен қуанамын. Біздің менталитетте, біздің түсінікте ер адамды көп асханаға жібермейтін болған ғой. Ал қазір біз енді әлемдік деңгейде дамып келе жатқан елміз. Жастарымыз да интернет арқылы әлемдік жаңағы қызықты ақпараттарды қарайды. Сол кезде осындай аспаздар туралы фильмдер мен кинолар көп. Соларды қарай отырып, ол жерде басты кейіпкерлердің бәрі ер адам болғандықтан біздің жастарымыз, ер балаларымыз соған қызығушылықтары артып отыр деген ойдамын. Олар елдің алдына көп шығады ғой. Көпке тамақ істейді. Ол сапалы дүние болса, қазір ресторан көп. Халықтың бұрын любой ресторанға барады. Қазір кухнясы жақсы болса, таза болса, той думан сол жақта өтеді. Оны жарқырағанына бармайды. Менің жерде Хама паркта Серікқат деген інім бар. Оларға ұстаз болған. Келеді практика, студенттерін әкеледі. Қабілетін айтып сұрақ қоямын ғой, қалай? Сен ұялмай айт. Өйткені сендердің бұл нелерің, салаларың. Мен қуанам дейді. Оқаштай шәкіртім. Оны біз қуанамыз. Итің жаман десе, қазақ намыстанады. Өйткені семья дегеннің өзі бір мемлекет. Мен міне кемпіріммен 70-те бас қосқанда көп туысқандарым әке-шешем ренжіген жоқ. Көп ренжіді. Енді бас қылып дегендей. Сонда жаңа үйге талай қыздар келді ғой, жас студент топ-тобымен келеді бәрі. Содан әкем өзі жетім өскен ғой. Мен марқұм кемпірім айттым, менің 2 қартым бар, сен соны сыйласаң, мен сені сыйлаймын. Марқұм жетім өскен, шешесі бауыр болды. Ол айтты, мен саған пар емеспін ғой, сенің әке шешеңің бар. Шешеңді де бауырын тастамаймын дедім. Енемді өзім көмдім, бауырын үйлендірдім, бала шағасы немересі бар. Бауыры Леонид деген орыс жігіт. Әйелі қазақша білмейді. Леонид бала шаға келіндермен қазақша сөйлейді. Мен әкем деп сыйлайды. Технолог мамандықтары өте қажет, себебі олар аспазшылардың, кондитерлардың үстінен қарайтын маман, тағамның сапасын біріншіден анықтайды, мәзірді анықтайды. Қазіргі заманда қандай тағамдар, қандай сусыныстар иеге болған, солардың барлығын зерттеп нәтиже шығаратын технологтар. Бұл мамандыққа сұраныс өте көп. 1991 жылда, мен 1994 жыл аралығында осы оқу орнының түлегі өзіммін. Осы аспаз мамандығына оқып диплом алғанмын. Одан кейін сол жылы 1994 жылы Алматы технологиялық университетіне түсіп, сонымен қатар асханада аспазшы болып жұмыс істедім. Сол аспазшы болып жұмыс істегеннен кейін, сәл уақыттан өткеннен кейін кәсіп орын өндіріс мекемесі бойынша көтерілдім. Бірақ құжат барлық кезде керек. Дипломсыз маман емес. Жаңа жастарға қойылған талаптар тек қана қолмен ғана емес, және ол білікті болу керек. Ол тағамда не үшін дайындап жатқанын, оның жаңағы химиялық құрамын болу керек, қандай жаңағы құрамын толық білу керек. Себебі мысалы медик болмасақ та барлық аурулар неден келеді?
біріншіден жаңағы тамақтың дұрыс болмағандықтан келеді. Қонақтарымыз, клиенттеріміз деп айтамыз ғой, дұрыс тамақтанса, денсаулығы да жақсы болады. Кейде тамақ пісіріп жатқанда қайнап тұрған су төгіліп кетуі мүмкін. Қайнап тұрған су, мысалы, крышкасы ашқан кезде бетінде пар ұрып жіберуі мүмкін бетке. Сол кезде ол қарбалас жағдайлар көп болады кухняда, потому что заказ көп болады, кейде қонақ көп болады. Сол кезде енді біз асығып жұмыс істеп, кейде технологический моменттерді дұрыс ұстай алмай қаламыз. Сол моменттерде болмаса, а так былай все бәрі нормально. Өзіме қатысты жаңағы ондай қауіпті болған жоқ. Бірақ осы 1,5 жыл бұрын өте көп жұмыс болатын, сол стресстен менде жаңағы қан тамыры пайда болды. Примерно 110-115 грамм нормально. Біз өсіп келе жатқан кезде де бізді қоршаған ортаның, біздің үлкендердің айтатын сөзі сол жаңағыдай бухгалтер болу, заңгер бол, немесе дәрігер, немесе мұғалім бол деген сияқты жаңағыдай сондай бізге бір өздерінің өсиеттерін айтып жататын едік. Сонда мен түсінгенім, бізге дейінгі жаңағыдай ұрпақтың қалыптасқан сана миындағы, яғни жұмысшы мамандығына кері көзқараспен қарау деген сияқты. Бірақ дегенмен елдің, осы еліміздің тірегі, бүкіл жаңағыдай ауыр жұмысты атқарып отырған осы мамандар, осы жұмысшы мамандар деп ойлаймын. Өйткені дәнекерлеу болсын, наубайшы болсын, аспаз болсын, технолог болсын, қызмет көрсету саласында жұмыс жасайды да, бұл кісілер күндіз демейді, түн демейді, мереке демей, кез келген мерекеге қарамай, демалмай жұмыстарын жасайды. Енді соған жараса, бұлардың да жалақысы мақтанарлықтай деп айтуға болады. Химиялық құрамынан басқа, ол жерде химиялық құрамы дегеннен басқа, оларды қандай жылу өңдеуден өткізуде ол да әсер береді. Мысалы, жылу өңдеуден пісіріп қуырып бастаған кезде химиялық құрамына төмендей бастайды. Мысалы, С дәруменіне келсек, ол жаңа пісіріп жатқан кезде бумен бірге қазанның қақпағы ашты, сол ұшып кетеді. Ол ұшпау үшін біз не істеуіміз керек? Оның қақпағын жауып пісіруіміз керек. Кейбір мысалы көкөністерімізді пісірген кезде жаңағы түсін өзгертеді. Оны наоборот жай емес, қатты отта пісіруіміз керек. Біз мысалы қазақтар үйреніп қалғанбыз ғой, етті пісірген кезде жай отта пісіруіміз керек, себебі етті жай отта пісірсек ол жұмсақ болады деп. Ал мына теңіз өнімдерін наоборот қатты отта тез уақытта пісіру керек. Вот сондай кішкене өз мамандықтың қыр-сырлары бар. Енді технолог деген біліктілік бізде аспаз біліктілігі ол жұмысшы біліктілігі болып саналса, технолог одан кішкене жоғарғы дәрежедегі біліктілік деп саналады. Технолог біліктілігінде бізде мамандар аспаздардың жұмысын өндірісте ұйымдастырады және сол өндірістегі ішкі құжаттамаларын дайындап, сол өндірістің кіріс шығындарын есептеп, бақылап, жаңағы өндірістің анализ жасап отыратын мамандар технолог деп аталады. Технолог мамандығының несі оңай жұмыс шаруа емес, өйткені бухгалтерлер сияқты оның кіріс шығыс нелерін, қаржысын, тағам шикізаттардың кіріс шығындарын есептеп отыратын мамандық болғандықтан, оны да оңай мамандықтар қатарына жатқызуға болмайды. Өйткені сіз қолмен де жұмыс жасау керексіз, аспаздармен де тілін таба білу керексіз, өндірістің жұмысын ұйымдастырып, сіз сол басшыға есеп қисап жұмыстарын өткізіп отыратын маман боласыз. Технолог дегеніміз қазіргі тілмен айтқанда шеф-поварлардың сол технолог. Технолог біліктілігі үшін аспаздық шеберді білу өте маңызды. Өйткені этаппен өтеді. Этаппен келетін мамандық ол бірінші сіз аспаз мамандығын білу керексіз, жетік меңгеріп, одан кейін ғана технолог біліктілігін ала аласыз. Сондықтан бұл жерде аспаздық өнерді технолог мамандарға білу өте маңызды рөл ойнайды. Мынаған қарасаңдар, мына жерде жаңағы азық-түліктің атауы, иә? Одан кейін жаңағы брутто, нетто дегеніміз бар. Брутто дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Қалай?
тазаланбаған жаңағы азық түліктің салмағы, иә. А нетто дегеніміз не ол? Ол жаңағы өңдеуден өткен, бірінші өңдеуден өткен көкөністердің таза салмағы. Жаңағы қабығы аршылған, тазаланған, жуылған дегенде, иә. Сол жаңағы жылу өңдеуге дайын азық түліктер, иә. Енді қараңыздар, мына жерде салмақтары жазылып тұр, иә. Негізі бір үлеске біз ұсынамыз қанша? Астында жазылып тұр, шығымы деп тұр. Бір үлеске 250 грамм ұсынамыз, иә. Сол 250 грамм тағам көжені дайындау үшін мына жерде барлығы саналып жазылып тұр, иә. Қарасаңыздар, жаңа қызылша. Бруттаны қарасаңыздар, 51 грамм. Бір үлеске 51 грамм қажет болады, иә. Неттаны қарасаңыздар, 40 грамм, иә. Ары қарай сәбіз 13 грамм, брутта, нетта 10 грамм. Кәсіби тұраудың бір түрі бар, шинкование деген. Жаңағы ол қолдарыңызда тігінен ұстайсыздар. Мына пышақтарың жаңағы тақтайдан алынбау керек. Түсіне қоя, алдына апарып, басып, қалыңдығы 2 мм, ұзындығы 4-5 см болу тиіс. Пышақпен жұмыс деген кезде техника қауіпсіздігін сақтаймыз. Технолог мамандығының маңызды рөлі ол шикізат кәсіпорынға келіп түскеннен бастап қонақтың алдына дайын тағам барғанға дейінгі өндіріс шығындарын болдырмау немесе азайту. Технологтар оған арнайы құжаттарды рәсімдейді, технологиялық карталарды, калькуляциялық карталарды құрастырып, шикізаттың бағасын, өнімнің сату құнын, өнімнің өзіндік құнын есептей отырып, дайын өнімді жеткізуге дейінгі процестерді орындайды. Аспаздардың жұмысын бақылап, жаңағыдай анализ жасайды. Сол өндіріс шығындарын болдырмаудың немесе азайтудың барлық амал тәсілдерін қарастырады. Енді қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында енді бұрыннан келе жатқан бір нормативті құжат бар, сборник рецептур деген. Ол жерде классикалық тағамдардың өзінің нормасы, дайындалу технологиясы барлығы сақталған. Сол нормативтерді сақтай отырып, сол нормативтердің аясында, сол нормативтердің шеңберінде технологтар, бас аспаздар өзінің фирмалық жаңа тағамдарын ойлап табады. Сол жерде ет, көкөніс, балық, тауық сияқты шикізаттардың өзінің пісу кезінде, алғашқы өңдеу кезіндегі шығын нормалары қарастырылған. Сол шығын нормаларының коэффициентін ескере отырып, жаңа тағамдарды ойлап тауып, солардың өнімнің өзіндік құнын, сату құнын кәсіпорынға енгізеді. Ал менде Алла берген 2 ұл, 3 қызым бар, 16 немерем бар, 3 шөберем бар. Бәрін оқытып жатырмын. Мына әкем де Чеченде жетім өскен. Әкем 1908 жылы қазіргі Алматы, бұрынғы Верныйда өмірге келген. Ол кісінің әкесі Ноғайбай, анасы Мөртай, Алла тағала 18 ұрпақ берген. Соның 2-і ғана тірі қалған. Өмірзақ деген апайы 3-ші жылы еді. Сонда Ноғайбай атам үлкен мал сойып, Құран оқып, енді 16 баланы көму деген қиын ғой. Содан үлкендердің батасын алып, Құран оқытып, осы қыздың атын қойыңдар деп. Сонда үлкен кісілер осы қыздың өмірі ұзақ болсын деп Өмірзақ қояды. Ол апам 96 жыл өмір сүрді. Содан 5 жылдан кейін әкем өмірге келеді, тағы қарттарды жинап, бата беріп, өмір бойы онда совет жоқ қой. Өмірзақтың құлы болсын деп өмір құл қойған. Қараңызшы, ат қоюда да. Ал енді Алла тағала 5 жасына келгенде шешесі қайтыс болады. 9 жасында әкесі қайтыс болады. Сонда әкесі екеуі жетім қалады. Сонда тума туысқандар асырайды.
ашаршылық, жоқшылық, соғыс бәрін көріп, алдында бір шешеміз болған. Соғысқа кеткенде бір ұл бір қызы қалады, Бекмұхамед деген ұлы, Күлән деген қызы. Шешеміз қайтыс болып кетеді. Менің апам марқұм айтатын, өзіңе жаманшылық тілегің келмесе, адамға жаман істеме дейтін. Апам өзі марқұм орыс болатын. Бірақ жаңағы қазақ тілін толықтай біледі. Бірде-бір адамға жаманшылық істемейтін. Соның қолында өсе, жақсы адам болып өстін деп санаймын. Я технолог-пищевик. В нашей профессии, да, у нас в первую очередь страдают ноги. Мы ходим, стоим по 10-12 часов в день. У нас смена такая. Это может быть варикоз, да, либо плоскостопие. Также страдает позвоночник. Тоже целый день стоять на рабочем месте тоже трудно. И при приготовлении разных блюд, особенно если мы готовим блюда во фритюре, то фритюр выделяет вредные вещества альдегиды. Если брать принципы в работе, это принципы должны быть, как вам сказать, есть опять-таки стандарты. Я все время возлагаю все свои, грубо говоря, надежды на стандарты. То есть правила, которым нужно подчиняться, есть стандарты, которым нужно соответствовать, то же самое и в работе. Есть стандарт, по этому стандарту все должно быть соответствовать. Жасыратыны жоқ, технолог карьера қуатын мамандық емес, мансаптың сатысы шолақ. Ары кетсе, технологтар тобының жетекшісіне дейін өсуі мүмкін. Бірақ егер технолог білікті, кәсіби болса, жалақысы талай басшылардан әлде қайда көп болмақ. Қымбат мейрамханалардағы технологтар теңгеден таршылық көрмейді. Оның үстіне қоғамдық тамақтану саласының қыр-сырын меңгеріп, менеджерлік қабілетін шыңдаған адам үшін өзінің жеке кәсібін ашуына да мүмкіндік мол. Көптеген технологтар солай істеп те жатыр. Бастысы еткен еңбек елдің кәдесіне жараса игі.